Мұнай өңдеу көлемі ұлғайтылады. Бұл жанармай тапшылығы түйткілін толық шеше ала ма? Қолөнерге бұрын-соңды болмаған қолдау. Қазпошта акционерлік қоғамы ерекше жобаны қолға алды. Жасамас жігер жеңіске жетелейді. Тапшы болып, тек талонмен сатылған жанармайдың қажетті қоры толық көлемде жеткізілді. Қазанның 20-сынан бастап жанармай бекеттері АИ-92 мен АИ-95 маркалы бензин және дизель отынын сатудағы шектеулерді түгел алып тастады. Оның үстіне мұнай өңдеу мен мұнай өнімдерін шығару жоспарына түзету енгізілді. Нәтижесінде қазан мен желтоқсан айлары аралығында өңделуі тиіс мұнай көлемі 346.500 тоннаға дейін ұлғайтылды. Яғни елімізде қосымша 136.600 тонна бензин мен 54.200 тонна дизель отыны және 20.500 тонна авиациялық керосин жоспардан артығымен өндіріледі. Ағымдағы жылдың 9 айында отандық мұнай өңдеу зауыттары бензин өндірісін былтырғыдан 17, ал авиациялық керосинді 13%-ға көп өндірген болатын. Алайда мұның өзі қазіргі сұранысты толық қанағаттандыра алмағандықтан Ресей мен өзге елдердің мұнай өңдеу зауыттарынан тәулігіне 3000 тонна жанармай тасып, жеткізіп тұруға тура келді. Трансформация бағдарламасы шеңберінде Қазпошта акционерлік қоғамы ерекше жобаны қолға алды. Алыс шалғайдағы ағайынға ұлттық оператор енді дәстүрлі пошталық қызметтен бөлек қосымша мүмкіндіктер ұсынып отыр. Мәселен, жаңадан ашылған HW Postmarket KZ жобасы осы заманғы интернет коммуникациялардың игілігін ауылдағы ағайынға қолжетімді етті. Ал қаладағы жұрт көңілі қалаған қолөнер бұйымдарын осы сайттан тауып, таңдап тапсырыс бере алады. Осылайша Қазпошта акционерлік қоғамы еліміздің 4 тарабын түгел қамтитын желілерін артықшылық ретінде пайдаланып, ауылдағы жұртқа қосымша кіріс көзін тауып беріп отыр. Мы этим самым поддерживаем, можно так сказать, местного производителя, да, сельского жителя, который занимается какими-то изделиями, какой-то продукцией. Оңтүстік Кореяның Инчхон қаласында мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасында Азия ойындары өтті. Құрлықтық бәсекелерде ұлттық құрама команда жалпы саны 24 медаль жеңіп алды. Соның 7-і алтын, 6-і күміс және 11 қола жүлде. Бейресми жалпы командалық есепте Қазақстанның паралимпиадалық командасы 11-ші орынға табан тіреді. Бұл сынға әлемнің 41 мемлекетінен 2500 спортшы қатысқан болатын. Айтулы бәсекеге Қазақстан атынан қайсар рухты 84 мүмкіндігі шектеулі жан аттанып спорттың 9 түрінен сынға түсті. Жігері жасымаған қайсар рухты спортшылардың бас демеушісі Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры. Білгенге басқалы Астананың тарихы табысты жүзеге асырылған трансформация бағдарламасының жарқын үлгісі. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы басқарма төрағасы қызметкерлермен бейресми кездесуін осылай бастады. Айтуынша ауқымды бағдарлама пікірталас, пікір алмасу арқылы өрбиді. Қызметкерлердің көкейдегі кез келген күмән, көкейтесті сұрақтарын ашық айтуына мүмкіндік берілді. Өйткені әр қызметкер ортақ мақсатқа жұмылып, өзі еңбек ететін компанияның құнын арттыруға күш салуы тиіс. Каждый человек в этой компании. Әр қызметкер күні-түні қайтсем компания құнын арттырамын дегенді ойлау керек. Бұл үй шаруасында қолданылатын қарапайым қағида. Біріншіден шағынды азайту керек, сосын кірісті көбейту керек. Мысалы, компания өзі 14% өсіммен несие алып, қайтарымы 6% жобаға қаражат құйса, бұл дұрыс емес. Бұл компанияның құнын бұзады. Қор құрамындағы активтер қайта қаралып, ондағы бас артық буындар қайта құрылымдалады. Тым көбейіп, тіпті кейде бір-біріне қайшы келіп жатқан регламенттердің керексізін қызметкерлер атап көрсетуі қажет. Қордың корпоративтік басқару жүйесіне білікті буын келді. Енді оларға мүмкіндік беру керек. Жастарды кез келген жиында бұғып отырмай, түбегейлі өзгеріске қатысты ой ұсыныстарын ашық айтуға шақырды. Надо говорить. Ұсыныс айтып, ой бөлісіп, пікір айтудан қорықпау керек. Мен қазір барлық басшыларға айтамын, сіздерге рұқсат беремін. Алдағы уақытта барлық еншілес кәсіпорында мықты HR директорлар болу керек. Отырыста ойын ашық айтып, ортақ ұйғарымға келе алмағандар кейін HR директорлар көмегіне жүгіне алатын мүмкіндік жасалуы тиіс. Отырысқа қатысушылар бірқатар жаңа бастамалар көтерді. Мәселен, тәжірибе жинақтау үшін менеджерлерді озық компанияларға жолдау бастамасы. К нам вообще будет бесплатно. В угольный разрез богатырь отправить бесплатно будет там. Осымен екінші мәрте ұйымдастырылған бейресми кездесуде трансформация командалары түбегейлі өзгерістің бел ортасында болатыны баса айтылды. Такие встречи проводятся, как минимум раз-два. Мұндай кездесулерде басшы ұжыммен тікелей байланысқа шығады. Бұл еңбек ұжымының ауқымды іске жанын сала жұмылуына жаңа серпін, соны күш береді. Шет елдерде мұндай кездесулер 2-3 ай сайын өткізіліп тұрады. Наши сотрудники пока лишь только привыкают, потому что я... Бұл біз үшін жаңа формат. Ұжым әлі бойы үйрете қойған жоқ. Бірақ біртіндеп төселіп, үйренісіп кетерміз. Жиналғандар кез келген түйткілді мәселені ортаға салып, ашық ой бөлісу керектігін түсініп тарқасты. Жетекшілерге қол астындағылардың бастамаларын қолдап, ынталандырып отыру тапсырылды. Біз еншілес компаниялардан өздерінің табысты екеніне көз жеткізуді сұраймыз. Әрине, бұл талап автоматты түрде басқару сапасын жоғарылатуға жетелейді.
одан әрі көшбасшы компанияларды ынталандырып қолдап отырамыз. Олардың сыртқы нарықтарға шығуына дем береміз. Трансформациялау бағдарламасы бұл енді өте терең реформа деп түсінуге болады. Қордың барлық саладағы жұмыстарын қайта жандандыру, құрылымдарын қайтадан қарастырып, оңтайландыру, жалпы біздің қызметкерлеріміздің деңгейін арттыру, оның мақсаты біздің жұмыстың тиімділігін жоғарылату. Ең басты мақсат біздің енді әлемдегі өзіміздің әріптестеріміз бар ғой, әріптес осындай компаниялар, қорлар, солардың деңгейіне жету. Бұл бір қысқа мерзімде іске асырылатын бағдарлама емес. Айталық Темасек деген компания Сингапурда 40 жылдық тарихы бар. Бірақ бұлар бұл трансформациялау бағдарламасын 98 жылы бастады. 10 жыл жүргізді. Соның ішінде жаңа активтерін 3 есе көбейтті. Қазынақ 20 жылдық тарихы бар. 2004 жыл бастады. Әлі жүріп жатыр бағдарламалар. Мубадала, жаңа арабтық фондтар, сосын басқа компаниялардың бір енді кірісіп жатыр біздер сияқты. Бұның мағынасы неде? 3 бағытта біз қазір жұмыс істейтін боламыз. Біріншісі, жаңа бізге берілген активтердің құндылығын арттыру. Ол енді ең негізгі бағыт. Оның ішінде нақты тапсырма берді елбасы. 2020 жылға дейін қазір енді 100 миллиард болатын болса активтері Самұрық-қазынаның 2020 жылға дейін 200 миллиардқа жеткізу. Яғни 2 есе арттыру. Оның ішінде мынау өнімділікті 30-40%-ға көтеру. Осыған байланысты жаңағы құндылығы артады. Құндылығы арттыру деген сөз шығынды азайту, табысты көбейту. Осы 2 жол. Ол енді түсінікті нәрсе. Соның барлық тәсілдерін, барлық жолдарын іздеп тауып, оны жаңағы іске асыру мәселесі. Екінші бағыт ол қордың құрылымын бәрін қайтадан сараптана өткізу, қайта құру, оны ықшамдау, оңтайландыру сияқты сондай мәселелер бар. Бөлек бір операцияларға бола құрылған компаниялар бар. Олардың бәрін жою керек. Бірін біріктіру сияқты жаңағы сондай жұмыстарды өткізіп, 600 компаниямызды 220 жылға дейін 300-ге азайту. Сондай мәселе болып тұр. Оған кейін бізде мынау басқару жүйесінің әртүрлі деңгейі бар. Бізде қазір 9 деңгейде компанияға басқарылады. Соның бәрін қайтадан қысқарту, 3-4 деңгейге дейін жеткізу. Үшінші бағыт бізде қазір басқару жүйесін мүлдем басқа жолға қою. Бізде басқару жүйесі өткенде форумда көп әңгіме болды. Бұрынғы Совет дәуірінен қалыптасқан басқару жүйесіне ұқсайды. Жалпы айтқанда тым орталықтандырылған басқару жүйесі. Соны реформадан өткізіп, қазір енді мынау батыс елдерінде пайдаланатын корпоративтік басқару жүйесін орнату компания. Бұның өзі батыс елдеріндегі компаниялардың өзінде бұл үлкен жаңалық. Бұған бәрі сол ұмтылады, осындай жүйені орналастыру үшін. Ал бізде бұған келгенде тіпті адамдардың менталитетін өзгертуге дейін сондай үлкен шаруа бұл. Өте қиын, күрделі шаруа.